Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді жаңғақ қосылған балды пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Каналымнан алыстамаңыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды салып, оның үстінен балымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап бір араластырып аламыз. Кейін жұмыртқамызды біртіндеп қоса отырып, оны да миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Барлық жұмыртқамызды қосып араластырып алғаннан кейін ірілетіп туралған грек жаңғағын қосып, оны да лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды және қопсытқышымызды қосып, миксердің жай жылдамдығымен біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде осындай қою масса шығады. Енді 20 диаметрлік пергамент қағазы төселген формамыздың жан-жағын аздаған жұмсақ сары май жағып, оның үстінен ұнды сеуіп шығамыз. Артық ұнымызды алып тастаймыз. Енді дайындап алған массамызды формамызға құйып, 180 градус қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды суытып, қалауыңызға қарай қант ұнтағын сепсеңіз болады. Құрамында қанты жоқ, біздің балды жаңғақ қосылған пирогымыздың дәмі ерекше, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.